Қазақ халқында жануар сүйектеріне байланысты сенімдер мен ғұрыптар көптеп кездеседі. Мысалы, асықты ұлтымыз тек жай ғана бір малдың немесе аңның сүйегі ретінде қарамаған, және де жауырынмен бала ашу, кәріжілікке байланысты ғұрыптар, осылардың барлығы халық арасында ғұрып әдеттер, ырым тыйымдарға байланысты өрбіп жатады. Мысалы, қыз балаға құймышақ, тоқпақ жілік ұстатпау, ер балаға асықты жілік ұстатпау деген сияқты наным сенімдерімізді айта кетеміз. Ал бүгін мен сіздерге мынадай кәріжілікке байланысты кәріжіліктің кереметі туралы айтып берейін. Кәріжілікті ұлтымыз кәделі сый ретінде қарайды. Кәріжілік ел басын, мал басын аман сақтайды деген сенім халық арасында кең тараған. Сондықтан кәріжілікті үйдің оң босағасына немесе қораның айналасына байлап іліп қояды. Әзір мен сіздерге осы кәріжілікке байланысты халық арасында тараған бір аңыз айтып берейін. Ертеде бір байдың қорасын 40 қарақшы торуылдайды. Бірақ қалай тырысса да байдың малын ала алмайды. Байдың қорасын қарулы жасақ күзетіп тұрады екен. Ал таң атса ғайып болады. Бұл кереметтің сиқырын түсінбеген ұрылар байдың үйіне арнайы бір тонаушыны жібереді. Ол тонаушы жолаушы кейпінде байдың үйіне жасанып келеді. Байдың жалғыз ұлымен бір бәйбішесінен басқа ешкім жоқ екен. Ұры қайтып келіп, байдың үйінде малын күзететін небір жалшы күзетші жоқ. Мен бәрін барладым. Ешқандай күзетші немесе жасақ күзетіп тұрған жоқ. Көршілерінен де сұрадым. Біздің көзімізге елес боп көрінген болуы керек дейді. Сонда ұрылардың басшысы, онда бүгін шабамыз деп атқа қонады. Бірақ бұл жолда ұрылардың алдынан қалың қарулы жасақ кездеседі. Ұрылардың кейбіреуі жарақаттанып артқа шегінеді. Бірақ осы жолы ұрылардың басшысы әдейі байдың үйіне өзі келеді. Байеке, мен ұры едім. Сіздің малыңызды торуылдап жүргеніме 10 күннен асты. Бірақ күзетшілеріңіз, әскери жасақ сіздің малыңызды күзетіп тұрады. Бірақ таң атса ғайып болады. Осының сыры неде? Қандай киеңіз бар? Айтыңызшы, деп ағынан жарылады. Сонда бай ұрыны қорасына ертіп келіп, осы кәріжілікті көрсетеді. Әкем қайтыс болар кезінде маған кәріжілік көрсең қораңа іліп жүр, малыңа қорған болады деген еді. Мен әке өсиетін орындап кәріжілікті іліп қойдым. Содан бері малыма ешбір қасқыр шаппады. Ұрыларда түспеді. Ешбір малым жоғалған жоқ. Керісінше мыңғырып өсіп келеді. Осының шарапаты болса керек. Менде басқа кие жоқ дейді. Құдіретке бас иген ұрылар баймен дос болыпты. Ниеттерінен айнып, адал кәсіп істеуге көшкен екен. Мінекей, кәріжіліктің кереметі туралы мен тағы да сіздерге ел ішіндегі бір аңызды айтып берейін. Ертеде бір байдың жалғыз ұлы болыпты. Ол ержетіп қалаға керуен тартып саудаға шығады. Сапарға шығар алдында әкесі осындай бір кәріжілікті алып, балам, мына кәріжілікті, осы кәрі сүйекті қойныңа салып алшы, сені қауіп қатерден сақтайды дейді. Сонда баласы, әй әкей, сенің ақ ырымың таусылмайды екен, деп әке сөзіне селқос қарайды. Бірақ әкесінің көңілін қимай, әлгі кәріжілікті көп қапшықтың ішіне тастай салады. Ертесі керуен
межелеген жеріне аман-есен жетеді. Бала саудасын жасап, елге қайтады. Қайтар жолында керуенге қарақшылар шабуылдайды. Бұны көрген бала қатты сасады. Кенет керуеннің артынан қарулы жасақ пайда болады. Олар қарақшыларға қарай шабуылға өтеді. Тонаушылар сескеніп артқа шегінеді. Қарақшылардың бір қаңғырған оғы баланың аяғына тиіп, бала жарақаттанады. Ғайыптан пайда болған осы қарулы жасақ керуенді аман-есен елге жеткізеді. Бірақ ел шеті көріне бастағанда көзден ғайып болады. Бала үйіне келіп, болған жайтты әкесіне баяндайды. Сонда әкесі: «Ұлым, ырымның сырын енді түсінген боларсың. Кәріжілікке Құдай осындай қасиет дарытқан. Сен бала қылып, оны көп қапшықтың біріне тастай салдың. Сонда да керуенің ерең ғайып 40 шілтенің шылауында қалды. Егер ықыласың жақсы болғанда, оқта бармас еді» дейді. Міне осыдан бастап кәріжілік ер азаматты 40 жаудан қағады деген осы нақыл сөз ел ішінде қалған екен. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қайтыс болған кезде бейіттің ішіне қойдың 40 кәріжілігін салған екен. Діни сенім бойынша кәріжілік қабірді қорғап тұрады деседі. Бұл жөнінде Дихан Әлібаевтың жазбаларында былай жазылады: Мәшекеңнің бейіті 2 бөлмелі үй тәрізді салынған. Төргі бөлмеде шкаф тұр. Шкафтың 2 сөресінде парсы және араб тілдерінде жазылған діни кітаптар тұр. Ал шкафтың үстінде өзі тірі күнінде қолданған ер тоқымы қойылыпты. Үйдің оң жақ босағасында қойдың 40 кәріжілігін ілген екен. Діни сенім бойынша бұлар қабірді күзететін күзетшілер болуы керек деп жазылған. Әулиенің діни кітаптары, ыдыс-аяқтары, ер тоқымы, ат әбзелдері және өзі көз тірісінде қолданған заттарын зираттың ішіне қойдыруы олай-бұлай жүрген жолаушылар пайдалансын деген ниеті екен. Кәріжіліктің қасиеті туралы мен сіздерге бүгін көптеген мағлұматтар айттым. Біздің Әдемі-ай компаниясында осы кәріжіліктің киелі қасиетін ұлықтап, кәдесый түрінде мынадай ақ жол деген картина және үстел үстіне қонақтай қалатын босаған берік болсын деген осындай тамаша кәдесыйларды жасап халыққа ұсынып келе жатырмыз. Әрине, кәріжілік мал басын, отбасын жамандықтан сақтайды. Сондықтан әрбір қазақтың төрінде кәріжілік тұруға тиіс деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген. Кәріжілікке байланысты мағлұматтарды білгілеріңіз келсе, менің Бахаргүл Төлеген атты YouTube арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген. Назарларыңызға рахмет.